Амалсыз ақша керек болғасын бәріне де көнемін деп келіп еді Диана. Алайда ойы қате болып шықты. Ерлан Қонысбайұлы шынымен жақсы адам болып шықты. Ол өзін әрдайым сыпайы ұстап, Диананың міндетіне кірмейтін талаптарды ешқашан қойған емес. Жалғыз Дианаға ғана емес, басқа да қызметкерлерге мейірімді болды. Жұмыста ешкімге ешқашан дөрекі болған емес, жалақыларын уақытылы беріп, үстемақы мен сыйақы да беріп отырды. Қызметкерлерге өз кезінде Ерлан Қонысбайұлын жақсы көретін, оның барлық жағдайын жасап сөзін екі етпейтін. Ерлан Қонысбайұлы барлық қызметкерлердің жағдайын бес саусағындай білетін. Барынша көмектесіп жүреді. Аспазшы Баян апайдың баласы ауырып төсек тартып жатып қалған кезде қымбат дәріні осы Ерлан Қонысбайұлы алып берген болатын. Бақташы Дәулет ағайдың анасында үйге жұмысқа алды. Аспаз көмекшісі Сәуле апайдың қызының жазғы демалыста лагерде демалуына да қаражатты Ерлан Қонысбайұлы берген болатын. Күндердің күнде Диананың да өмірбаяны Ерлан Қонысбайұлының құлағына жетті. Мықты қыз екенсің, сенің орында бір әлсіз қыз болғанда жеңіл жүріске салынып, оңай ақша табу жолын іздеп кетемейді деп Ерлан Қонысбайұлы Диананы мақтап салды. Ерлан Қонысбайұлы мен Диана бірге көп уақыт өткізді. Ол кісі көбісі керуетінде жатты. Арасында ғана өте сирек орнынан тұрып шамалы ғана жүретін. Ол кезде оған көмек керек болатын. Жалғыз өзі жүре алмайды. Әрдайым сөйлесіп, адамдармен қарым-қатынасты жақсы көретін адамға бұлай жатқан жанына батты. Жақындары достары кезекпе-кезек келіп көңілін сұрап тұратын. Дәрігер де күнде келетін. Диана келіп жүрген дәрігермен жақын танысып, Ерлан Қонысбайұлының диагнозын да біліп алды. Шынымен де бұл диагнозбен аяққа тұрып кету екі талай екенін Диана да жақсы білетін. Диана үйдегі барлық қызметкерлермен тез тіл табысып кетті. Барлығымен жақсы сөйлесіп, бос уақыттарында бірге отырып шай ішіп әңгіме дүкен құратын. Қызметшілер Ерлан мырзаны өте жақсы біледі екен. Ерлан Қонысбайұлының балалық шағы ауылда өткен. Ауылдық жерге туып өсіп, мектепті жақсы бағаға бітіріп, қалаға оқуға түсуге келеді. Жақсы бағаға толы аттестаты бар, жаста кебетті жігітті авиация инженері мамандығына оқуға қабылдайды. Оқуда жүріп бос уақытында жиһаз жасайтын фабрикаға ұстаның көмекшісі ретінде бейресми жұмыс жасап жүрді. Өзінің ішіп жеуіне, киім-кешегіне жететіндей қаражат тауып жүріп, Ерланда мақсат пайда болды. Мақсаты жиһаз өндіретін үлкен фабрика ашу болатын. Оқуын қызыл дипломға тамамдап, заводқа жұмысқа тұрды. Алайда Ерланның ойына маза бермеген бір нәрсе, ол өзінің арманы. Қалайда жиһаз өндіретін үлкен фабрика ашуды бір күнде ойынан шығармаған еді. Толық ақпарат іздеп, білімін толықтырып, таныс іздеп барынша жан-жақты дайындалды. Алланың бір сәтті күнінде Ерлан мырза өзінің арман еткен фабрикасын ашып, ол жерде бастапқыда үстел мен орындықтарды жасай бастады. Қосымша қызмет ретінде жиһаздарды да жөндеумен айналысты. Басында өте қиын болды. Табыс табам деп ашқан бизнесінен тек шығындарды ғана көрді. Ерланның сағы суға кете бастап, кәсібін жабуды ойлай бастады. Алайда кенеттен жақсы қаражат табатындай тапсырыс түсе қалды. Ерланның қызметкерлер бұл тапсырысты уақытылы және өте сапалы атқарып шықты. Осыдан кейін Ерланның жұмысы жүре бастағандай болды. Аса үлкен көлемде тапсырыс берген мекеменің басшысы Ерлан мен оның фабрикасын жергілікті беделді кәсіпкерлерге ұсынып, тапсырыстар бірінен кейін бірі түсе бастады. Бірте-бірте өсіп, фирма компанияға айналды. Бұл кезде Ерлан бір сұлу қызбен кездесіп жүрген болатын. Бұл қызбен олар студент кезден таныс еді. Олар бір кеште танысқан болатын. Ерлан ол қызды бірден ұнатып қалды. Аты затына сай. Есімі көркем өте сұлу болатын. Иығынан төмен түскен қою қара шаштары, қоңыр дөңгелек көздері, мінсіз сымбаты көптің көңілін аудартпай қоймады. Ерлан көркемді қатты жақсы көретін, бірақ көркем сенің кіремейтін. Көркем сұлу болғандықтан сөз салған жігіттер легі де көп болып еді. Сол себепті көркемде өзінің талабын күшейте берді. Өзінің сымбаттылығын алдыға тартып көркем қалталы, кәсібі бар жігітке лайық санады. Ал бұл кезде Ерланның ісі әлі де жүрмей жатырған болатын.
Сөйтіп үлкен тапсырыстан кейін Ерланның жұлдызы жанып, жұмысы өрге домалап кеткен кезде сол Көркемді көріп қалды. Кездесу бекерден бекер емес деп шешіп, екеуі сол кештен бастап жұпатанды. Көркем де бұл кезде көп нәрсені түсініп, бір жайсыз оқиғаны бастан кешірген болатын. Содан уақыт өте келе екеуі үйленіп, Ерлан 2 қабатты үйлерден ғана тұратын қалашықтан үлкен 2 қабатты әдемі саябағы бар үй сатып алды. Ерлан мен Көркем көп балалы ата-ана атануды армандап, ал бұл сол арманның бір бөлігі болатын. Айлар өтті, артынша бірнеше жылда өтіп кетті. Алайда Көркемнің аяғы ауыр деген хабарды ел әлі күнге дейін ести қоймады. Бір күні Көркем Ерланға жылап отырып ағынан ақтарылды. Көркем Ерланға дейін бір жігітпен жүріп, ол жігіт Көркемнің аяғы ауыр екенін білгеннен соң, із-түссіз жоғалып, телефонын өшіріп, жалдап тұрып жатқан пәтеріне дейін ауыстырып тастаған екен. Жас қыз баланың әкесінің қашып кеткенін бірден түсінді. Баланы өз үйінде босанудан ұялып, оны жалғыз өсіруден қорқып, жүктілікті үзуге шешім қабылдапты. Соның кесірінен қазіргі таңда Ерлан екеуінің балалары жоқ. Жылап отырып Көркем Ерланнан кешірім сұрап, оған басқа әйел алуын өтінді. Ерлан мұндайға ешқашан келіспейтінін айтты. Осылайша уақыт өте берді. Ерлан өзінің кәсібін үлкейтемін деп жұмысқа басымен кіріп кетті. Сол себептен болар бала үшін қатты күйзеліске түсе қоймады. Ал Көркем болса әдемі, әркез көңілді жүретін шаттыққа бақытқа толы қыз күйзеліске түсіп, өзінде жан-жағындағыларды да кінәлеп ашушаң әйелге айналды. Ерлан мен көп ұрысатынды шығарды. Жұмысқа көп уақыт бөлесің деп, балалы болмай жүргенімізге қиналмайсың деп қайта-қайта әр түрлі сылтаумен ұрыс шығара беретін. Ерлан бұның барлығы күйзелістен екенін жақсы түсініп, әйеліне бірдемемен айналысуды ұсынды. Әйеліне еріктілер қатарына қосылып, балалар үйіне барып, сол балаларға көмектесу арқылы игі іс бастауын өтінді. Тіпті Көркем үшін бірнеше балалар үймен келісімге тұрып, оларға өзі әрдайым материалдық көмектесіп демеуші болатын болды. Көркемнің жұмысы балалар үйіне барып, балаларға керек жарақтың тізімдерін жазып, сол заттарды сатып алып тарату болатын. Басында Көркем қуана келісіп, бар ынтасымен жасап жүрді. Алайда бұл сезім ұзаққа созылмады. Балалар үйіндегі балалардың барлығы бірдей емес еді. Көркемге қатты сөздер айтып қалатын балалар да болды, ауырып жүрген балалар, дөрекілік танытатын балалар да болды. Сол кейбір балаларды дөрекі сөздермен ерсі қылықтарын көтере алмай, Көркем бұл жұмысты да тастап кетті. Қайтадан өзінің күйзелісіне кіріп, өзінің ана аталмағанын ойлап, өз баласын бауырына басуды армандап күнде жылап уақыт өткізді. Ерлан амалсыздан Көркемнің тастаған ісін өзі жалғастырды. Ерлан бұл жұмыстың жақсы жақтарын көбірек көрді. Балалардың көздеріндегі қуаныш, бастапқыда өмірге ашулы балалардың сөздері мен көзқарасының бірте-бірте өзгеріп келе жатқанын көріп, Ерлан керісінше шабыттана берді. Кез келген мүмкіндікті Алла тағала бөлісу үшін береді деп түсінетін Ерлан. Мен арқылы бұл балаларға қуаныш сыйлап жатыр деп ойлайтын. Маған байлықты, денсаулықты өзімнен әлсіздерге көмектесу үшін берді деген ұстанымды ұстанатын. Көркем мен Ерлан осы кездері бір-бірінен алшақтап бара жатты. Бір-бірін түсінбей, жиі сөзге келе қалатын болды. Көркем Ерланға көп айып тағатын, кейде тіпті орынсызда айыптай жөнелетін. Ерлан кейде бұрынғы әрдайым өмірге риза болып жүретін Көркемді сағынатын. Көркемнің қолдауы, жылы көзқарасы, әсерлі сөздері Ерланға күш беретін. Бір күні Ерланның өмірінде екінші әйел орын алды. Әдемі, ақылды, сымбатты Толқын өзінің жарқын, ашық мінезімен Ерланның жүрегін жаулап алды. Толқынның ашықтығы ешбір адамзатқа жамандық ойламайтын жайдарлы мінезі бұл күндері сирек кезетін адами қасиеттер еді. Толқын бір фабрикада жұмыс жасайтын. Бұл фабрика мен Ерланның фабрикасы ұзақ мерзімді келісім шартқа тұрған болатын. Толқын еңбек ететін фабрика Ерланның фабрикасына жиһаз қаптайтын маталар жіберетін. Бір күні Ерлан осы фабриканың басшысымен кездесуге бара жатқан кезде Толқынмен кездесіп қалды. Екеуінің ең алғашқы кездесуі осы жерден басталған болатын. Толқын да осы сәтте басшылыққа бара жатырған еді. Кезекті еңбек демалысын алуға арыз жазып, соны бекітуге бара жатқан. Алғашында Толқын Ерланға қарапайым бір қазақтың қара көз қызындай көрінді.
Күнделікті кеңселік киім, жеңіл жасалған макияж, қош иісті әтір. Бірақ Ерланға Толқынның көздері көп нәрсені айтты. Сол көздеріне Ерлан бірден ғашық болды. Сол сәтте Ерлан бірінші болып қолын созып қызбен таныса кетті. Қызда еш қарсылықсыз, ешқандай артық ойсыз таныса салды. Жұмыс барысында кішігірім әңгіме дүкен құрды. Қолында сақинасы болмаған соң, Толқын оны бойдақ жігіт деп ойлап қалды. Бір-бірінің ұялы телефондарының нөмірлерін алып, сол сәттен бастап жақсы сөйлесіп кетті. Ерлан Толқыннан айырылып қалудан қорқып, өзінің әйелі бар екенін айтпады. Ерлан өзін Толқынның қасында бақытты сезінетін. Толқынның қасында болған кезде, онымен сөйлескен кезде, әлем Ерланға бір махаббат пен мейірімге толы болып көрінетін. Өмірге дейін құлшынысы артып шабыттана түсетін. Өзінің отбасылы екенін жасыру арқылы Толқынға да көркемге де опасыздық жасап жүргенін анық білсе де, Ерлан ештеңені өзгерткісі келмеді. Ерлан өзінің отбасылы екенін айтса, Толқын бір сәтте Ерланның қасында қалмайтынын ол жақсы білді. Сол себепті болашақты ойлап басын қатырмай осы сәттен ләззат алып жүре бергісі келді. Бірақ бір күні шындықтың су бетіне шығатыны анық еді. Ерлан Толқынға әрдайым көмектесіп, қымбат бағалы сыйлықтар беріп, әр кез қолдап жүрді. Серіктесімен сөйлесіп, Толқынның айлығында өсіріп берді. Толқынның да тағдыры оңай емес еді. Балалар үйінің түлегі, қолдау мен қошеметке зәру болып өскен Толқын Ерлан бір туғанындай, жанашыр досындай қабылдады. Барлық көмегін, сыйлықтарын, қолдауын алғыспен қабылдап, барынша Ерланға рахметін жаудырды. Алайда Ерланның құпиясының ғасыры ұзаққа созылмады. Бір күні Толқынның құлағына оның сүйіктісінің әйелі бар екені жетті. Толқынның көздері жасқа толып, Ерланға қарады. Ерлан Толқынның көздерінен бәрін бірден түсініп қойды. Бірден ақталуға тырысып, бір көркем екеуміз қағаз бойынша ғана ерлі-зайыптымыз. Біз бір-бірімізден баяғы суып кеткенбіз. Ол мені түсінбейді, мен оны түсінбеймін. Біз бәрібір ажырасамыз деп барынша ақталып жатыр. Толқын түгілі ол өзіне өзі сенбей тұрғанын сезді. Кезекті отбасылы еркектің алдау сөздері сияқты болып көрініп тұрғанын Ерланның өзі де жақсы сезді. 4-ші бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. 5-ші бөлім жақын күндері шығатын болады. Біздің каналдың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.